Қолыңыздың үйіп қалуы тегін емес. Қолдың үйіп қалуы кімге болса да таныс нәрсе. Видеоның соңына дейін көріңіз. Сіз естіп білмеген ақпараттарды айтатын боламыз. Біздің еңбегімізді бағалап, арнаға тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Сіздің оп-оңай ғана, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қолдың үйіп қалуы кімге де болса таныс нәрсе. Ол көбіне адам жайсыз жатып қалғанда, киімі қысқанда пайда болады. Бірақ көп уақыт өтпей-ақ өздігінен басылады. Дегенмен кейде қол саусақтар ешқандай себепсіз де ұйып қалатын кезі болады. Ал мұндайда дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс. Өйткені оған басқа аурулар әсер етіп жатқан болуы мүмкін. Мысалы, мойын аумағының остеохондрозы кезінде оң немесе сол қол саусақтарының ұюы мүмкін. Қарақұс аумағында жүйке ұлпалары қысылып қалса, ортаңғы саусақтары ұйиды. Оған қоса ауырсыну пайда болады. Бұған көбіне компьютермен жұмыс істейтін адамдар бейім, сондықтан жиі дене жаттығуларын жасап тұруы керек. Полиневрология деген ауру бар. Оған ұшыраған адамдардың саусақтарындағы жүйке қосылыстары бүлінеді, саусақтары үйіп, сосын оларға ине сұғып жатқандай жыбырлап ауырады. Бұл витаминдер жетіспеушілігінен, темір жетіспеушілігінен, панкреатиттен, қант диабетінен, түрлі инфекциялық аурулардың кесірінен болуы мүмкін. Сондай-ақ лейко синдромы деген ауру бар. Ол ауру кезінде де саусақтар ұйиды. Ол саусақтардағы ұсақ қан тамырлардағы қан айналымы бұзылуынан пайда болады. Яғни ұсақ капиллярлар мен артериялар бүлінеді. Екі қол саусақтары үйіп қана қоймай, ауырып мазаны алады. Мұндай ауруға ұшырамас үшін қолды мұздай суға көп батырмау керек. Ыдыс-аяқты кір жуғанда арнайы қолғаппен киіп жуған дұрыс. Ауруды асқындырып алмас үшін дәрігерге көріну керек. Қолдың жоғарғы жағындағы артерия тамырларында тромб пайда болса, сол қолдың саусақтары ұйиды. Егер 1 сағат бойы тоқтамастан ұйитын болса, дәрігерге тезірек көрінгеніңіз жөн. Әйтпесе жасуша ұлпаларында невроз пайда болуы мүмкін, ал мұның соңы қолды операциямен кесуге соқтыруы мүмкін. Мидың тамырлары да қысылса, тірек қимыл мүшелері ұйиды. Бұл инсульттің белгісі. Мұндайда көбінесе тек бір қол ұйиды. Қан қысымы көтеріліп, басы қатты ауырады. Ондай жағдайды сезген сәттен-ақ дәрігерге көріну керек. Аяқ-қолдың ұюы, ревматизм, түрлі жарақаттардың алуы, аурулардың қабынуы, эндокриндік аурулар кезінде де байқалады. Сондықтан оның нақты себебі өз бетінше анықтау қиын. Невропатологқа көріну қажет. Қысқасы, аяқ-қолдың ұю себептері көп. Ол қолайсыз жатып қалу, аз қимыл әрекетінен болса, онда түрлі дене жаттығуларынан-ақ басылады. Қалай емделеміз? Дәрігер сараптама өткізгеннен соң арнайы ем жүргізеді. Көп жағдайда дәрігерлердің көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс. Аяқ-қолдың ұюы салауатты өмір салтын ұстансаңыз, жазылатын ауру екенін ұмытпаңыз. Бастысы қимыл қозғалысты реттеңіз, дұрыс тамақтаныңыз, қанттың мөлшерін азайтыңыз, дәрумендерді қабылдаңыз, жағымсыз әрекеттерге түк қалдырмай жойыңыз. Артық салмақтан арылыңыз. Тексеруден өтіп, қажетті ем алудан қашпаңыз. Салауатты өмір салтын ұстанғандықтан саулығыңызды сақтаңыз. Осы аталғандарды күнделікті орындай жүрсеңіз, талай сырқаттың алдын алатынын біліңіз. Витамин жетіспеушілігінің алдын алыңыз. Көп адамдар халық медицинасымен емделмейді. Дәрілік өсімдіктер туралы кітаптарды газеттерден, журналдардан өз басым көп оқимын. Ауырған кезде сонда жазылған емдерді пайдаланамын. Бүгінде күн көріс мақсатында көп адамдар қатарынан 2-3 жұмыста істейді. Ондайда демалуға, өзіңді күтуге уақыт болмайды. Көп жұмыс істегендіктен ағзаға көп мөлшерде витаминдер мен минералдар қажет болады.
Ондайда біреулер дәріханадағы дайын витаминдерді алып ішсе, екіншілері денсаулығына мүлдем көңіл бөлмейді. Соның салдарынан кейін ауру тауып жатады. Ал халық медицинасындағы қарапайым рецепттердің өзімен ағзаға жеткілікті витаминдердің орнын толтыруға болады. Бірінші, көлемі үлкендеу бір алманы үгіткіштен өткізіп, ыдысқа салып, оған жаңа сығылған апельсин шырынын қосыңыз. Оның үстіне бір уыс грейпфрут жаңғағын қосып, аздап бал араластырыңыз. Осы салатты таңертең жеп шықсаңыз, ол ағзадағы күні бойғы қажетті витаминдерді толықтырып отырады. Бір жұмыртқаның сары уысынан бір лимон шырынын қосып, оған аздап бал араластырыңыз. Бұны таңертең ас алдында ішіп жүру керек. Үшінші, ал мына рецепт ағзаны авитаминоздан құтқарып қана қоймай, асқазанның жұмысын жақсартып, бүйрекке көмектеседі. Бір стақан сұлыға 5 стақан су құйып, баяу отта қоюланғанша қайнатыңыз. Содан кейін оны ұсақ көзді сеткадан өткізіңіз. Қанша шықса, сонша мөлшерде қайнатылған сүт құйыңыз. Оны суытып, үстіне 4 ас қасық бал араластырып, күніне жарты стақаннан 4 мәрте ішіп жүріңіз. Осы қарапайым рецепттердің көмегімен витамин жетіспеушілігінің алдын алуға болады. Жеміс-жидектер мен көкөністерді молынан пайдаланып, ағзаға керекті витаминдердің орнын толтыру қажет. Тек құрамындағы зиянды заттардан арылту мақсатында суға салып қоюға, суда көп ұстауға болмайтынын ескеріңіз. Дертіңізге шипа болсын. Сіздермен бірге болған Дертке шипа арнасы. Осы видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіз. Жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.